өт дұрыс бөлінбесе біздегі ағзада 90% аурулар ол өтке байланысты болып келеді. Яғни өтті дұрыс бөліну үшін бізге май керек. Ал бүкіл мембрананың құрамын майлар құрайды. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар, мен жалпы тәжірибелікер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге алдыңғы дұрыс тамақтанудың екінші бөлімін айтатын боламын, яғни тағамдық түрі. Егерде сіз менің алдыңғы видеомды көрмеген болсаңыз, алдыңғы видеоны міндетті түрде көріңіз. Ал видеоны бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыз. Кеттік. Біз тағамдық түрінде, яғни біз диета деп айтып жатамыз. Диета сөзін емес, біз дұрыс тағамдану деп атасақ дұрыс болар еді. Біздегі дұрыс тағамдануда құрамына біз дұрыс тағамдану туралы көп естиміз, бірақ оны қалай, не дұрыс тағамдану деген не екенін, және оны қалай қабылдау керек, не қабылдау керек, не үшін қабылдау керек, сол туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Кеттік. Бірінші, дұрыс тағамдану. Күнделікті осы тағамдану арқылы біз өзіміздің арман мақсаттарымызға жетеміз. Біз қимылдаймыз. Біздің жалпы қимылдарымыз бәрі осы тағамдануымызға байланысты. Егер сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, белсенді боласыз. Дұрыс тамақтан болсаңыз, әлсіз ұйқышыл арман мақсатыңызға жете алмай кетуіміз мүмкін. Сол себепті біз еркін, тез қимылдау үшін дұрыс тамақтану керекпіз. Ал біздегі дұрыс тамақтанудың құрамына ол белоктар, көмірсулар, майлар, клетчаткалардан тұрады. Яғни витаминдер және минералдар. Ал біздің белоктарға келетін болсақ, біз не себепті белоктар қабылдау керекпіз? Яғни біздің тағамымыз осы белоктардан, көмірсулардан, майлардан тұрады. Біз күнделікті осы белоктарды, көмірсуларды, майларды қабылдау керекпіз. Не себепті біз белоктарды қабылдау керекпіз? Себебі біздің кез келген ағзадағы кез келген шашыңыз, көзіңіз, миыңыз, өкпеңіз, бұлшықеттеріңіз, ішіңіздегі бүкіл органдарыңыз, тырнағыңыз белоктардан тұрады. Яғни осы біздің строениеміз, біздің құрылыс материалымыз, яғни сол арқылы біз белоктар арқылы ағзамыздағы гормондарымыз дұрыс жұмыс жасайды. Гормондарымыз белоктар арқылы тасымалданады. Ферменттеріміздің өзі белок арқылы тасымалданады, және олардың құрамдарының бәрі белоктан тұрады. Яғни бізге белокты өте көп мөлшерде қабылдау керекпіз. Мидың нейрондарында белок болады. Көзде, сетчаткада белок болады. Тырнақтарыңызда белок болады. Біздің альвеолаларымыз белоктан тұрады. Бауырда, өкпеміздің жасушалары, альвеолалар белоктан. Олардың құрамындағы мембрананың өзі белоктан құралады. Бауырдың жасушалары, гепатоцистер, олардың өзі мембраналары белоктан құралады. Оларға келетін заттардың бәрі белок арқылы келеді. Сүйегіміз, актин, миозин дейтін бұлшықеттеріміздің бәрі белоктан тұрады. Яғни біз белокты көп мөлшерде қабылдау керекпіз. Қарапайым, егерде сіз белокты қабылдам дұрыс сіңбейтін болса, сізде гемоглобин төмен болады. Гемоглобин гем мен глобиннен тұрады. Яғни глобиніміз бізде белок. Біздегі гемоглобин ол оттегіні тасымалдайды. Ағзадағы осы энергия пайда болу үшін. Ағзада бүкіл процестер осы оттегі арқылы жүреді. Ал оттегін тасымалдайтын бізде глобин, гемоглобин. Яғни қарапайым сізде осы гемоглобиннің төмен болуы сіздің миыңыздың дұрыс жұмыс жасамауына, көзіңіздің дұрыс көрмеуіне және иммунитетіңіздің төмен болуына, сіздің өкпеде сізде газ алмасу дұрыс жүрмейді, бауырыңызда біздің бауыр келген заттардың бәрін ыдыратып, токсиндерді шығарады. Бүйрегіміз ағзадағы токсиндерді шығарып, яғни зәр айдау ағзадағы керек артық судың бәрін шығарады. Яғни осы біздің негізгі строениеміз, құрылыс материалымыз.
Сол себепті біз белокты қабылдау керекпіз. Таңертең, түсте, кешке біз тағамымыздың құрамында міндетті түрде белок болу керек. Әсіресе жас балалар өсу үшін оларға белок керек. Белок, көмірсу емес, жай көмірсу емес, белок керек. Белок. Ал келесі майларға келетін болсақ, біздің майлар ол ағзада мембраналардың құрамына кіреді. Яғни кез келген біздегі жасуша, яғни біздің осы органымыз тіндер жасушалардан тұрады, ал жасушалардың бәрін сыртын мембрана қаптап тұрады. Яғни оның ішінде біздегі жасушалық деңгейде зат алмасу жүріп жатады, яғни энергия түсіп жатады. Яғни соның мембрананың құрамын құрайды осы майлар. Ал біздегі осы майларды ыдырататын өт, яғни біздің өттің дұрыс бөліну үшін бізге май керек. Дұрыс май, сапалы май, өсімдіктен жасалмаған кәдімгі біздің қойдың майы, сиырдың іш майы, жылқының майы, және де біздің пайдалы біздің майларымыз бізге өте қажет. Себебі өттің бөлінуіне. Өт айттым, егерде өт дұрыс бөлінбесе, біздегі ағзада 90% аурулары ол өтке байланысты болып келеді. Яғни өтті дұрыс бөліну үшін бізге май керек. Ал бүкіл мембрананың құрамын майлар құрайды. Ал келесі біздегі көмірсулар. Көмірсуларды қолдану керекпіз, күрделі көмірсуларды. Яғни жай көмірсу емес, фастфудтар емес. Біздегі күрделі көмірсулар, олар біздің осы миға, біздегі энергия түсуіне керек. Көмірсу керек емес деп айтпаймын. Көмірсу керек, күрделі көмірсу керек. Күрделі көмірсу ол жай көмірсуге уақыт өтелі жайлап өтеді. Ал жай көмірсу ол бірден ағзаға, қанға түседі де, ол инсулинді көтереді. Ал инсулинді көтерсеңіз, ол біздегі көп мөлшерде көтерілетін болса, онда инсулин резистенттілік деген пайда болады. Ағзаға глюкоза түседі, ол инсулин оны клеткаға өткізе алмайды. Клетканың ішіне кіргізе алмайды. Клетканың ішіне кірмегеннен кейін сізде біраз уақыттан кейін қайтадан ашығу пайда болады. Қарныңыз қайтадан ашады. Тез ашығасыз. Тез ашығып, қайтадан тәтті нәрсе жейсіз. Тәтті нәрсе жейсіз, ол қайтадан қантты көтереді, қайтадан инсулин көбейеді, ал сіздегі одан кейін ағзада семіздік пайда болады, және де доброкачественный ісіктердің бәрінің өсуіне алып келеді. Папиллома, қандай да бір қатерсіз ісік болатын болса, оның бәрінің өсуіне алып келеді. Ағзада глюкоза, қан көп ұзақ уақыт тұратын болса, ол қан тамырының қабырғасын бұзады. Соның нәтижесінде бізде инсульт, инфаркт, қант диабеті секілді аурулар пайда болады. Сол себепті біз жай көмірсуларды қабылдамау керек. Біз жоғары сұрыпты ұндарды азайту керекпіз. Мен сіздерге бірден өтіңіздер деп айтпаймын. Дұрыс тамақтануға бірінші жалпы ой қажет, дұрыс тамақтану керек деген ойдан бастау керек. Оны қалай дұрыс тамақтану, қалай деген сұрақтың өзі сізге өте үлкен плюс. Сіз бірінші содан бастасаңыз, ақырындап ұныңызды жоғары сұрыптан бірінші сұрыптан екінші сұртқа айналдырып, жоғары сұрыптағы ұнның құрамында сізге пайдалы ештеңе жоқ. Одан жасалған печеньенің бәрі қандай тәтті нәрсе, бәрі жай көмірсу. Оныңыз көмірсу. Ол жоғары сұрыптың құрамындағы глютен ішегіңіздегі бүрлерді бір-біріне жабыстырып тастап, ол жерде витаминдердің сіңбеуіне алып келеді. Яғни клей тәрізді бүрлеріңізді бір-біріне жабыстырып тастайды. Сол себепті жоғары сұрыптарға қарағанда бірінші сұрыпты пайдалырақ, бірінші сұрыптыға қарағанда екінші сұрыпты пайдалы. Жай ақырындап өтеміз пайдалы тамақтану, дұрыс тамақтануға, пайдалы тамақтануға. Себебі біз бірден өту, ол ағзаға стресс. Ол да дұрыс емес. Ақырындап біз дұрыс тамақтану керекпіз. Және де бұның бәрі
бұл не үшін керек деп ойлауыңыз мүмкін. Дұрыс тамақтану себебі сіздегі көптеген ағзадағы созылмалы аурулардың себепші осы дұрыс тамақтанбағаннан, жай көмірсулардан. Ол жай көмірсу ағзадағы инсулинді жоғарылатады. Инсулиннің жоғарылауынан сізде бүйрек үсті безінің қызметін нашарлатып, ағза тез шаршайтын болады. Тез шаршап, сіз ештеңеге құлшынысыңыз болмайды. Таңертең тұра салып, тәтті нәрсе жедіңіз ба? Болды, бітті. Сіз бір күнгі күшіңіздің бәрін сол бір тәтті жеумен жойып тастадыңыз. Сіз бүгінгі арманға жету дегенге бір қадамыңызды бір күніңізден айырылдыңыз. Сол себепті бірінші таңертеңгі асқа қатты мән беру керекпіз. Біз таңғы асқа қатты мән бермейміз. Біз таңертеңгі асыңыз сіздің бір жас кезіңіз секілді. Ал түскі асыңыз сіздің бір орта жастағы секілді. Ал қарттығыңыз кешкі асыңыз. Яғни сіз жас кезіңізде жұмысты белсенді жұмыс жасай аласыз, кез келген нәрсені істей аласыз. Ал орта жаста күндіз сіз қатты ештеңе үлгермейсіз. Жас кезіңізде алған біліміңізді қолданып өмір сүресіз. Ал кешкі уақытта кәрілікте сіз ештеңе үлгермейсіз. Сол секілді таңғы асқа қатты мән беру керекпіз. Яғни біздің ағзамызды таңертеңнен бастап белок болу керек. Бізде айтады, таңғы асыңды өзің же, түскі асыңды досыңмен бөліс, ал кешкі асты жауыңа бер дейді. Ерте қабылдап, ерте ұйықтайтын болсаңыз, онда сіз ертеңгі күнге өте көп энергиямен оянасыз және арман мақсаттарыңызға тез жетесіз. Және келесі біздің айтып жатқанымыз клетчатка, жасұнық. Ол клетчатка біздің ішектеріміздің тамағы. Яғни біздегі кез келген тамақтың сіңірілуі ол ішекте жүреді. Яғни ішегіңіз жақсы болса, сіз ол ішекте Д витамині түзіледі, серотонин, яғни бақыт гормоны бөлінеді. Ағзада тағам арқылы келмейтін, тек ағзада синтезделетін витаминдердің ішекте синтезделеді. Сол себепті біз клетчатканы көп қолдану керекпіз. Яғни клетчатка ол біз ішегіміздің тамағы. Ол глюкозаны жай көмірсуды ішек арқылы тез қанға өтпей, ақырын баяу, яғни бірден көтермей, глюкозаны ақырын жайлап көтеруіне септігін тигізеді. Сол себепті біздің тағамымыздың құрамында клетчатка болу керек. Қазір сіз жассыз, сіздің қазір ағзаңыз физикалық белсенділік жасап тез глюкозаны ыдыратуы мүмкін. Яғни сіз егерде тәттіні жеп, артынша физикалық белсенділік жасап ыдыратып жүрсеңіз, ол ағзаңызға зиян емес болуы мүмкін. Ал бірақ уақыт өте келе отырыңқы қалыпта көп қимылдамайтын болсаңыз, көп жүрмейтін болсаңыз, ағза глюкозаны ыдыратып үлгермейді. Соның нәтижесінде қан тамырдың қабырғасын бұзады. Соның нәтижесінде біздегі болашақтағы давление, инсульт, инфаркт, сахарный диабет секілді аурулардың алдын аласыз. Кез келген адамға кішкентай жас баладан бастап оған дұрыс тамақтану керек. Белок керек, май керек, күрделі көмірсу керек, клетчатка керек. Соның нәтижесінде бізге ағзамызға витаминдер сіңеді, минералдарымыз сіңеді. Біздің дұрыс энергия түсіліп, дұрыс өмір сүруімізге, мақсатымызға жетуге, егерде сіз дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, дұрыс тамақтану арқылы біз көптеген ауруларды емдей аламыз дедім. Соған мысал келтіретін болсақ, қарапайым анемияны, егерде сіздің асқазаныңыздың қышқылдығы төмен болса, онда бірінші белоктың ыдырау этапы асқазан қышқылы арқылы жүреді. Яғни қышқылдық төмен болса, онда белогыңыз ыдырамайды. Екінші өттің әсерінен белоктың келесі ыдырау процесі жүреді. Яғни соны белок өт дұрыс тамбағандықтан біздегі белоктың толық ыдырамай ағзадан сіңбей қалуы болады. Және де өтіңіз дұрыс болып, ал ішегіңізде егерде пайдалы бактериялар болмаса, онда ол да біздің витамин белоктарымыздың сіңбеуіне алып келеді. Сол себепті біз анемияны емдегенде асқазан қышқылдығына қараймыз, өттің дұрыс тамуы және де асқазандағы пайдалы бактерияларға қарайтын боламыз. Келесі
Қарапайым аллергия. Аллергия ол біздегі ішектегі пайдалы бактериялардың санның азаюына байланысты болып келеді. Яғни егер пайдалы бактериялардың саны азайса, ол ішектің кейбір бөлігі тесік ішек синдромы деген болады. Яғни ағзаға біздің ағзамызда жоқ белоктар, токсиндер қандай да бір аллерген енетін болса, онда ағзада аллергия пайда болады. Яғни біз аллергияны емдеу үшін біз ішектің пайдалы бактерияларымен жұмыс жасау керекпіз. Яғни ішектің пайдалы бактерияларын көбейтумен айналысу керекпіз. Біздегі ағзадағы құрттардың өзі ағзаға токсиндерді бөледі. Соны құрттармен айналысу арқылы біз аллергияны кетіре аламыз. Ал біздегі құрттарды кетіретін өте керемет эффект беретін ол өт болады. Өт ішектің шырышты қабатын сылау арқылы ағзадағы құрттарды шығарады. Ал келесі қарапайым миома, киста, фиброз деген молочный железы, ол біздегі ағзадағы эстроген қалдықтарының дұрыс шықпауынан. Ал ол эстроген қалдықтары ол өт арқылы шығады. Егер сіздің өтіңіз дұрыс жүрмейтін болса, онда сізде осы атаған аурулар пайда болады. Сол себепті біз өттің дұрыс жұмыс жасауына жүруіне мән беру керекпіз. Ал келесі артроз. Артроз, яғни өтіңіз дұрыс жүрмейтін болса, онда ол майларды ыдыратпайды, ал біздің буынның ішіндегі, буын қабының ішіндегі сұйықтықтар бәрі майлардан құралады. Сол себепті өтіңіздің дұрыс жұмыс жүруіне қатты мән беру керекпіз. Ал өт дұрыс жұмыс жүру үшін біз таңертең таңғы аста пайдалы май, қолдың майы, пайдалы қазы жейсіз бе, асқа таңертеңгі аста міндетті түрде май болу керек, белок болу керек. Белок майға өт жақсы бөлінеді. Сол себепті біз дұрыс тамақтануға мән беру керекпіз. Осы менің видеомның соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Кез келген аурудың алдын алайық.